Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Безеуді емдеуде жіберілетін топ 5 қателік. Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Безеу кең тараған тері ауруларының бірі. Онымен көбіне жастар қиналады. Қазір безеумен күресуге арналған түрлі құралдар бар. Алайда терінің сауығуы және қалпына келуі барынша тиімді болу үшін кей зиянды әдеттерден арылу керек. Безеуді емдеуде көпшілік жіберетін қателіктерді айтатын боламын. Бірінші, рационыңызды өзгертпейсіз, яғни сапалы және пайдалы өнімдер, сау дене кепілі. Безеуді емдеуде тағамдық әдеттерді өзгерту керек. Әсіресе бірінші кезекте көмірсулар мен қаныққан майлар мөлшерін азайту қажет. Иммунды және ас қорыту жүйелерінің жұмысын реттеу үшін өз рационыңызға пайдалы заттар мен жасушалықтар көбірек қосу қажет. Олар бөртпемен күресуге көмектеседі. Көкөністер мен жемістер мөлшерін арттырыңыз. Көк шайға немесе шөптерден дайындалған шайларға көшіңіз. Балық, зығыр дәндері, брокколи, омега-3 майлы қышқылдарына бай. Алайда аллергияңыз бар өнімдерден аулақ болыңыз. Екінші, безеуді сығасыз. Безеуді сығуға және ұстай беруге болмайды. Ол қабынудың бүкіл бетке тарауына ықпал етеді. Тіпті дезинфекциялаған және таза құралдардың өзі зиянды бактерияларды ашық тері тесіктеріне кіргізіп жіберуіңізге кепіл бермейді. Үшінші, SPF құрал қолданбайсыз. SPF құралды тек жазда емес, жылдың барлық мерзімінде қолдану қажет. Себебі ультракүлгін сәулелер терімен бұлтты күнде әсерлеседі. Күннің әсерінен безеу белсенді тарайды да, ал ыстық теріні одан сайын тітіркендіреді. Сондықтан безеумен жиі қиналатын адамдар міндетті түрде SPF құрал қолданып жүру қажет. Төртінші, теріні қабыршақтандырмаймыз. Қабыршақтандыру, яғни тері күтіміндегі маңызды кезең. Ол өлген тері жасушаларын арылуға көмектеседі. Әйтпесе, өлген жасушалар емдік құралдың тері қабатына енуіне кедергі жасайды. Проблемалық теріге ерекше сондықтан да қатты скрабтар безеуі бар адамдарға келмейді. Оның орнына жұмсақ скраб немесе құрамында ана, вна қышқылдары бар пилинг қолданып көріңіз. Алайда скраб мен пилингті көп жасауда зиян. Оны 1-2 аптада бір рет жасау жеткілікті. Бесінші, теріні көп тазалайсыз. Бетті жуатын құралдар керек, бірақ оларды шектен тыс қолдануға болмайды. Бетті тазартушы құралдармен жиі жуу терінің құрғап кетуіне әкеледі. Нәтижесінде табиғи қорғаныш қабаты бұзылады. Бұл жағдайда тері майы себум көп бөлініп, безеудің көбейіп кетуіне ықпал етеді. Менің берген ақпаратым пайдаңызға жарады деген үміттемін.